Сәлем достар, менің каналыма тағы да қош келдіңіздер. Бүгін осындай сочный, мощный, дәмді чебуреки дайындаймыз үй жағдайында. Орташа чебуреки болып шығады, өте үлкен емес, қатты кішкентай да емес. Осындай ішіне начинкасы полный чебуректер дайындаймыз. Іші сырты барлығы да пісіп шығады. Өте дәмді болады достар, дайындап көрейік. Міне барлық бізге керекті заттарды сізге таныстырып өтейін. Ең алдымен бізге бір бас пияз қажет, салмамызға фарш қажет, және де мұздай салқын су қажет, крандағы ұн қажет, одан кейін сірке қышқылы қажет. Менде 70%, бірақ өз қалауларыңыз бойынша 9% болады қосқанға. Кәдімгі крандағы мұздай суды пайдалана береміз, қыздар. Ешқандай қайнаған, суытылған емес. Бір жұмыртқа, тұз, қара бұрыш, ұмытпаймыз, міне сірке қышқылы 70%. Фаршты өзіміз қолдан тартамыз, өте дәмді болып шығады. Және де осындай ірілеу пияз керек болады. Дайындауға қыздар кірісеміз. Ең алдымен біз қамырын дайындап аламыз. Ол үшін суымызға тұз саламыз, сірке қышқылын саламыз. Бірақ менде 70% болғандықтан қыздар көп салмаймыз. Ас қасықтың 3-тен 1 бөлігін ғана саламыз. Мында көп болып кетті менде. Міне қарасаңыздар, 3-тен 1 бөлігін ғана саламыз. Суға осы да жеткілікті болады. Осыны араластырып суға жақсылап. Енді қыздар, сумен оның пропорциясını әркім әрқалай. Мен бұл жерде шамамен 30-35 чебурек шығады, 35 грамнан менде. 600 грамм кетті. Енді жұмыртқамызды қосамыз, осылай әдемлеп алғашында қасықпен қамырымызды илеп аламыз. Қамыр илеген кезде қыздар өте қатты тугой емес, орташа қамыр илейміз. Өстіп илеген кезде жан-жағын жаймен су қосып отырамыз. Жан-жағына қамырын қалдырмай илеп аламыз. Қамырымыз міне иленді. Енді пищевой пленканы алып жабамыз. Міне қамырымызды қарап тұрғаныңыздай, қатты да емес, қатты жұмсақ та емес, орташа қамыр илейміз. Енді бұл қамырымызды 1-2 рет басып, жақсылап формамызға келтіріп, дөңгелектеп, қамырымызды пищевой пленкамен жақсылап жауып тындыруға қоямыз. Қамырымыз жақсы тынса, чебурекіміз сол ғұрлы жаңағыдай пупырышки болып шығады. Әдемі болып шығады. Бұл қамыр өте қатты да болмайды, рассыпчатый да болмайды, орташа қамыр болып шығады піскен кезде. Осындай 600-700 грамнан ұннан осындай қамырымыз шығады. Міне видеодағыдай қыздар міндетті түрде пакетке немесе пищевой пленкаға орап қоямыз. Мінекей өте сүйкімді әдемі қамырымыз дайын болды. Енді салмасына көшеміз қыздар. Салмасына бізге фарш қажет, 1 үлкен бас пияз қажет, шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш, және бұл салманың фишкасы біз су қосамыз қыздар. 80-100 грамға дейін, енді әркімдің фаршы әрқалай болады. Соған байланысты су қосамыз. Негізі 50-80 грамның арасында жеткілікті. Ал енді дайындаймыз, бісміллә деп қара бұрышымызды саламыз, тұзымызды саламыз, және пиязымызды да өте майдалап тураймыз қыздар. Мен енді қолмен турадым. Кімде блендер бар, блендердан өткізсеңіздер де болады. Бірақ қатты каша қылып жібермеңіздер. Мен осылай қазір сіздерге көрсетемін, қалай турағанымды. Жақсылап тұрып, майдалап турап өттім. Себебі пияздың сөлі шығу керек. Өте сол кезде фаршымыз дәмді болады. Кейбір чебуректер болады ғой, ішінде пияздар үлкен болып жүретін. Бұл олай жасалмайды.
майдалап, барынша майдалап тураймыз. Осылай төрт пұшты әдемі етіп майдалап тұрып турап өтеміз. Және қыздар, фарштың мен граммовкасын айта кетейін. Мен мұнда 500-600 граммға дәл солай 500 грамм фарш алдым, бірақ менде наным жетпей қалды. Сондықтан сіздерге 400 грамм фарш аласыздар. Сонда біздің граммовкамыз 600 грамм ұнға 400 грамм фарш жеткілікті болады. Міне осылай майдалап, әдемлеп тұрып тураймыз. Жинақтап, жан-жағын осылай қыздар әдемлеп тураймыз. Бұл пияз турау әдісі мантының салмасын жасаған кезде өте әдемі кетеді. Сол пияздың сөлі ерекше дәм береді. Қатты каша қылып жіберуге де болмайды, себебі пияз өзінің дәмін фаршқа беріп жібереді. Міне қыздар, көріп тұрғандарыңыздай мен пияздың барлығын дерлік жақсылап майдалап турап алдым. Енді етімізге саламыз, салмамызды ары қарай дайындаймыз. Барлығын турап жақсылап салып алғаннан соң біз су құйып фаршты жақсылап тұрып араластырамыз. Барлық жаңағы су ингредиенттарымыздың барлығы сіңуі қажет. Сіздер көп су құйсаңыздар да болады. Мысалы, әркімнің фаршына әрқалай айтып отырмын, біреуінің фаршының майлылығы көп болады, біреуінің фаршы постный болады. Дәл осылай тауықтың төс етінде өткізіп жасауға болады. Ол өте тоже дәмді болып шығады. Қыздар, мінекей менің фаршым дайын. Әбден жан-жағын жинап араластырып аламыз. Енді мінекей жан-жағын барлығын жинақтап осындай әдемі фарш шықты. Енді қараңыздар қыздар, жақсылап тестомен жұмыс жасау үшін кішкене сұйық май құйдым да, мен тағы да бір әдемлеп басып алдым. Қарап тұрсаңыздар, лағманның тестосына да ұқсап қалды осы жерде ше. Осылай жақсылап тұрып майын сіңіремін. Негізі сіздер нанды илеген кезде де қоссаңыздар болады. Мен осылай қосуды жөн көрдім, себебі сұйық майдың өзі сіңіп кетеді. Жақсылап тағы да осылай бір бастырып алып, жан-жағын жинақтап аламыз. Содан кейін біздің нанымызбен жұмыс істеу өте оңай болады. Бұл эластичный болып шығады осылай. Енді таразымызды алып, әр дөңгелекшемізді 34-35 граммнан бөліп аламыз. Сол кезде сіздің чебуректеріңіз бірдей болып шығады. Немесе таразыларыңыз жоқ болса, көз мөлшермен де осылай дөңгелектеп алсаңыздар болады. Чебуректеріңізді осылай әдемілеп тұрып бөліп аламыз. Барлығын бөліп шығамыз қыздар. Осылай әдемлеп бөлшектеп шығамыз. Және қыздар, біреуін 40, біреуін 35 қылып жасамаңыздар. Шамамен 35-34 қылып жасаңыздар. Енді бұларды осылай дөңгелектеп формасын келтіріп аламыз. Қарап тұрғаныңыздай, менің қамырым уже эластичный, өте оңай, тез, ешқандай жақпаймыз қолымызға. Міне осылай дөңгелектеп әдемлеп жасап шығамыз қыздар. Менде шамамен 24-25 дана шықты. Бірақ өте дәмді болып шығады қыздар. Сіздерге советую жасап көріңіздер. Енді осылай пищевой пленкамызбен жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз тағы да тындыруға. Енді біздің чебуректерімізді жасауға кірісеміз. Кішкене ғана ұн себеміз қыздар. Мына ашып шетін. Кішкене ғана ұн себемізді жаямыз.
Жайған кезде қыздар чебуректің шет-шетінен мына ортасынан басып қамырын салмасын кәдімгі жайғандай оңай қылып жаямыз. Кейбіреулер шетін қалың қылып жайып қояды қыздар. Қалың қылып жаймаймыз. Мүмкіндігінше барынша шет-шетін жұқарақ қылып жасаңыздар. Негізі ешқандай алгоритм, ешқандай қиындығы жоқ. Өте жұқа да емес, өте қалың да емес. Орташа етіп жаямыз. Осындай әп-әдем болды. Енді салмамызды саламыз қыздар. Салмамызды салған кезде кішкентай ғана қылып салмаймыз. Мен осылай орташа жаңағыдай қорықпаңыздар, бұл пісіп шығады. Мен де алғашында дайындағанда піспей қалады екен деген болды, бірақ жақсылап піседі. Және осылай ішіне ауа кіріп кетпес үшін басып қоямыз. Негізі біз көреміз ғой, грузинский чебуректарды үлкен болып пісетін. Неге? Себебі олардың ішіне трубочка қояды, үрлеп, жағдай шар тәріздес қылып үрлеп, үстіне сұйық майды көбірек құйып пісіргенде, үстіне сұйық майды төгіп отырып, құйып отырып пісіреді. Бізде осындай домашний әп-әдемі чебуреки дайындаймыз. Вилкамен, шанышқымен жан-жағын осылай әсемдеп аламыз. Мінекей әп-әдемі сүйкімді чебурегіміз дайын. Енді оны майға әдемілеп қыздырып, майды орташа майда пісіріп аламыз. Осындай әдемі, сочный чебурек шығады. Ішіндегі салмасының барлығы шығады қыздар. Сол фишкасы бұның, ішіндегі салмасын, пиязын майдалау қылып турау керек. Егер сіз ірі-ірі қылып турасаңыздар, кәдімгі пияздарыңыз кіртілдеп қалады ішінде. Енді кіртілдемес үшін барынша майдалаймыз қыздар. Мінекей тағы да көрсеңіздер. Менімен бірге болыңыздар, достар. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Қазақша контентті қолдаңыздар. Осылай үйде отырған аналарға қолдау білдіріп, біздің каналымызға жазылып, бізбен бірге тамақ дайындаңыздар. Сау болыңыздар.